Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қазақ халқы. Мен Түркістан облысы Төле би ауданы Көксайық ауылының тұрғыны Бағдат Тоқысбаймын. Маған шақырту келіпті. Сотқа деп ойласам, сотқа емес, неге екен? Аудандық РОВД-ға, полиция департаментінің аудандық бөлімшесіне шақырту жіберіпті. Міне. Бұларды түсінбеймін, білмеймін. Негізі көлік апаты болса да, егер кінәлі болсаң, сол жерде толтырылып, кінәлі адамға тек сотқа шақыру жіберіледі. Сен тек барасың, сотқа қатысасың, кінәлісің, кінәлі емессің. Кінәлі болсаң шара қолданады, кінәлі емес болсаң, енді оны ары қарай көріп жатасың. Бұл жерде 15 қаңтарда дәл осындай болған. Мені барымталып алып кеткен кезде прокуратураға алып келіп, өзімнің кінәлілігім үшін өзім қол қойып беріп, өзім жүгіріп жүріп хаттаманы толтыртам да. Ондай нәрсе болады екен бұл жақта. Таң қалғаным сол, түсінбегенмін, мүлдем түсінбедім. Негізі қарсы тарап, мені кінәлап жатқан тарап, менің кінәлілігімді дәлелдеп, хаттамалар десе хаттама жаңа толтырып, сотқа сол өткізу керек емес пе негізінде. Ақыры мен кінәлап жатқан болса. Ал бұл жерде жоқ, ондай емес. Кінәлі адам өзі келеді да, өзінің кінәлілігі үшін қол қойып, хаттамалар толтырып жүгіріп жүреді. Сөйтеді да өзінің қолменен қағаздар толтырып, сотқа жібертеді, сөйтіп сотқа арқылай барады. Бұл қандай жүйесі екенін түсінбедім. Сол шақырту бойынша кеп тұрық, сағат 15:00-ге депті. Егер шақыртумен келмейтін болса, мәжбүрлеп жеткізу іске асады деп қойыпты. Мақсат Сейдуалиев алдыңғы 15 қаңтарда болған, мен барымталаған батыр қайраткер, қаһарман Төле би ауданынан. Мақсат Сейдуалиев сол шақырыпты. Көрейік енді. Әкімшілік өндірісі бойынша хаттама түзу үшін келу қажет депті. Жұбайымыз екеуміз келдік. Емізулі баламыз бар, соны тастап, енді келмесең шара қолданамын деп неған екен келдік. Өйткені алдыңғы тікелей эфирде көрген шығарсыздар, 21 ақпанда қателеспесем, сол кезде айттым, шақырту жіберсеңдер, өзім барамын деп. Сол кезде де барымталап әкеткісі келген негізінде. Бір түсіндірме жұмысын жаңа қағазды таныстыру үшін екі машина болып келмейтін шығар деп сол жерде күмәнданған болатын. Күмәнім рас болып шықты. Кейін қаулыменен толық өзім танысып шыққан кезде ең бас жағында және асты жағында күштеп әкету деп жазылған екен да. Оны мән бермеппін, сіздерге тікелей эфирде оқып беріп, жаңағы қаулыны оқып жатқан кезде. Тек ортасын оқи беріппін. Сол тағы да бір шақырту кепті аудандағы әкімшіліктен. Қағаз берді. Аудандық. Бізде уақыт жоқ қой. Жұмыссыз болсаң да осы екен. Жұмыссызың, бірақ уақыт жоқ. Так, бұл жастар ресурстық орталығы дейді, Ленгер қаласындағы дейді. Ғимаратында Конституция қабылдау мәселесі бойынша өткізілетін республикалық референдум аясында қоғамдық ұйымдар мен саяси партия өкілдерінің қатысуымен кездесу өткізу жоспарлануда дейді. Аталған шара мақсаты республикалық референдумның маңыздылығын түсіндіру, ұсынылып отырған өзгерістер мен толықтырулар жөнінде пікір алмасу, сондай-ақ азаматтық қоғам өкілдерінің көзқарастарын тыңдау болып табылады. Осыған орай сізді аталған кездесуге қатысып, республикалық референдумға қатысты өз пікіріңізді білдіруге және мазмұнды ой пікірлеріңізбен бөлісуге шақырамыз. Мен пікірімді негізінде Фейсбукта жіберіп қойғам. Мен референдумға қарсы екенімді постыма, жаңа жазбама жазып, түсіріп жіберіп қойғам. Соның арқасында емес пе? Мынау ұлттық қауіпсіздік қызметкерлері ішкі істер бөлім полициясы арқылы мына шараны қолданып отқаны, осы шара сол мынаған байланысты, пікіріме байланысты емес па? Түсінбеймін да. Қарсы екенімді біліп тұрады, бірақ пікіріңді сұрайды.
пікіріңізді білдіріп кетіңіз деп. Сол бұл референдумды қолдамайтынымды, конституцияға қарсы екенімді білдіріп қойдым, айтып қойдым Фейсбукта, бұл жерде қайталамаймын. Түсінікті қылып айтайыншы, қазақтарды негізі анандай дәрежеге түсіріп тастады, тек отбасылық деңгейде, үй деңгейінде ғана түсінеміз ғой негізі көп мәселелерді. Жаңа отбасыңды ойла, үйіңді ойла, тек сондай. Біз баяғыда қазақтар хандық құрған кезде олар негізі еркіндік, әлемдік, қазақы деңгейде ойланған болу керек деп ойлаймын. Сол себепті бүкіл түрік империясын, қазақ хандықтарын Алтын Ордадан құрған соның арқасында деп ойлаймын. Қазір халықтың көбісі майдаланған соншалық тек отбасын ойлайды. Отбасы аман болса болды, қалғандары қызық емес. Бүкіл қазақ, өзі қазақ бола отыра, қалған қазақтардың жағдайы қызық емес. Соны енді бір мысал келтіре кетейін. Отбасылық деңгейде референдумға не үшін қарсымын? Мысалы, сіз жер алдыңыз, немесе атаңыздан болсын, әкеңізден болсын, мұраға бір жер қалды, участке дейікші. Сол жерді сіз жерге там салу үшін бір құрылысшыларға, құрылыс компаниясы болмаса бір құрылысшыларға бердіңіз. Мына жерді сен иелігіңе берем, иелік болғанда иесі емессің, енді сенің еркіңе берем, сен мына жерді гүлдендіріп, маған мықты бір там соғып берші деп тапсырып кетесіз да. Оның жұмыс ақысын бересіз, оның жаңағы там соғуға деген материалдардың ақшасын бересіз, және сіз 35 жылдан кейін келесіз да, о жерде дым да жоқ. Не там жоқ, және де жеріңізді ортадан бөліп, екі шетіңізде көршілеріңізге сатып жіберген жеріңіз. 35 жылдан кейін келген екен, сіз ойлағасыз, елестеткенсіз ғой енді. Барған кезде, мен анандай 3 этажды не там тұрған шығар деп. Барған кезде сіздер құрылысшылар күтіп алады, дым жоқ, жердің өзін екі бөліп, екі көршіңізге сатып жіберген. Сөйтеді да сізге айтады, сол құрылысшылар жаңа сіздің ана ескі проектіңіз болмады, біз ескі проектімен жұмыс істей алмаймыз дейді. Өздері ескінің адамдары да, ескі проектімен жұмыс істей алмаймыз, бізге жаңа сұлба, сызба алып кел дейді. 3D форматтағы жаңа сұлбалы проект алып кел дейді. Ол ескіні жарытпаған адам жаңа 3D-дағы сұлбаны жарытады деп ойлайсыздар ма? Сол сияқты менің мысалым қазіргі референдумды жаңа конституцияны жасап атқан адамдар, және сол жаңа конституцияның келтірген өзімше мысалым. Сол ескі құрылысшыларды сіз қалар ма едіңіз ары қарай жаңа сіздің неңізді жаңа үйіңізді салдыртуға? Оның үстіне уже жер сіздікі емес, ол сізге уәде төгіп беріп жатыр. Ол жерді бөліп берген білдіртпейді, ол айтпаған сізге. Сізге жаңа проектімен істесек, қатырамын деп уәде беріп жатыр да. 35 жылда істелмеген нәрсе, білмеймін, алдада ол істеледі деген сенім 0, минус болмаса 0. Сол, құрметті қазағым, мені шақырып отқан мәселе алдыңғыда ғой, маскировка дейді ғой. Мен алдыңғы 15 қаңтарда Трамп Қазақстанға назар сал деген жазбама бола осы істі көтерген тұғын 15 қаңтары күні. Ол кезде маскировка жасау үшін алдыңғы айыппұлдарымды сот орындаушыға өтіп кеткен айыппұлымды жаңа 489 бен салған 10 тармағыменен 50 МРП-ны төлемедің деп сол мәселені көтерген. Чтоб мені ойбайлап жоқтап, ойбай Бағдатты үйтіп кетті деп мен туысқандарым көтерген жағдайда, жоқ, біз ол Трамптың несі бойынша соттаған жоқпыз. Біз мынау өзінің алдыңғы айыппұлын төлемеген сол сот орындаушы арызданғанның себепті біз соттадық деп не қылу үшін, өздерінің арттарын жабу үшін. Сол сияқты бұл да сондай болып тұр. Негізінде мен конституцияға қарсымын, референдумға 100% сенбеймін деген жазбама бола осы мәселе көтеріліп отыр. Бұл тем более 489 бап бойынша емес, бұл жол ережесін бұзу бойынша. Оны мен төлемеймін деп жатқан жоқпын. Мен төлеймін. Жай сол кезде
айыппұлға түскен кезде менде төлейтін қаражат болмай қалды. Және оның сот орындаушыға өтіп кеткені туралы маған хабарлама келмеді. Келсе келген шығар, білмедім шынымен. Өзім егер хабардар болғанда мен оны өзім төлеп тастайтын едім. Қазір егер тек осы іс бойынша ғана шақырып жатқан болса, мен сотқа жіберсе де мен төлеймін деп айтамын. А егер мені бұл жақтан жаңағы аудандық полиция департаментінен шығармай, ары қарай бұл төлемеймін деп отказ берді десе, сенбеңіздер. Демек, мен шықпасам, олар басқа нәрсеменен мені референдумға кедергі жасамас үшін мені ұстап қалды деген сөз. Қызылордадағы белсенді қызымыз Гүлназ Серікбаеваны да осылай ұстапты. Өзі Жыланбаев, Марат Жыланбаевтың ағамыздың қызы өзі неге шығып отыр? Қызы да, адвокаты да, жаңағы туысқандары да шығып отыр. Сол нәрсені, сол ақпаратты таратқан үшін. Егер соған бола болса, мен түсініп отырмын, ол недостоверный ақпарат көздерінен алып, дұрыс емес ақпарат тараттың, теріс ақпарат тараттың деп айыптауы мүмкін. Сол үшін 10 күнге қаманды деп ойлаймын. Сол сияқты мен де жаңағы басыма келіп тұрғанды, бірақ енді Алла сақтасын, ішлей ондай әділетсіздікке бармай қойсын. Сол бір ауыз сіздерге ескертейін дедім. Таратыңыздар, дұғада болыңыздар. Біз қылмыскер емеспіз. Тек әділдікті, ақиқатшылдықты талап етіп отырған, және соны жан-тәнімізбен сүйетін, қолдайтын қарапайым қазақтың қара домалақ баласы екенімізді айтудан шаршамаймыз. Сол. Аман болыңыздар сіздерде. Қолдаңыздар. Және мүмкіндік болса таратуға тырысыңыздар. Жақсы. Ассалаумағалейкум. Мен қазір бір көрсетіп қойыншы. Аудандық ровд-ның полиция департаментінен алды. Жұбайым екеуміз келіп отырмыз. Сол. Жақсы. Қолдаңыздар. Жақсы. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын иншалла.